бір дәстүр туралы айтсаң, ой, зачем? Это же, ну, не знаю, они поймут, не поймут деп сөйтіп сөйлейтін да. Сонда ойлаймын, қалай ол? Сол қазақтың сенің ата бабаңнан қалып отырған ең құнды нәрсе түсінеді, түсінбейді деген сөз бола ма? Бәрі жақсы адамдар кездесе берсе де сен дамымай қалуың мүмкін да. Танымайды, шетелге бір жерге барсаң, кто ты, узбечка, андайчика, мындайчика деп жұрттың бүкіл ұлтты айтып шығатын да, бірақ қазақ деп айтпайтын да. Иә. Сол кезде мен намыстанып, мен қазақпын дейтінмін да. Ал енді әйел болмысыңмен әйелше сұраған кезде әрине сенің армандарың тез орындалады екен. Айнұр ханым, менің естуімше, сіздің мерейтойларыңызда, бас қосуларыңызда сіздің бір міндетті шартыңыз бар екен қонақтарыңызға. Баяғыда қара нанды бөліп жейтін қазақ, қазір қара экранды тығып жейтін қазаққа айналды. Айнұр ханым, сіз үш бірдей дарынды әншілердің анасы боласыз. Алайда тек қана осы табысты әншілердің анасы деп айту, менің ойымша, сіздің жасаған еңбектеріңізге әділетсіздік жасайды деп ойлаймын. Сол себептен осы сұхбатта мен сіздің осы қазақ халқының мәдениетінің жаңғыртуына қосқан еңбегіңіз туралы тоқталғым келіп тұр. Иә, сөйтіп ең бірінші сұраққа көшетін болсақ, осы мына отаршылық заманда ұмытылып кеткен салт дәстүрлерді қайта тірілту деген осы идеяңыз не үшін, қалай пайда болды және қашан пайда болды? Ол қашан сіздің ішкі миссияңызға айналды? Бұл әрине жылдармен, тәжірибемен келген нәрсе ғой. Негізі бұл қазақтың салт дәстүр әдет ғұрпы мен той басқаратынмын. Жаңағы тойдың басын қазақтың салт дәстүрімен, әр ырымдарымен әдемілеп тұрып, осы тойдың әрін келтіретінбіз да. Сөйтіп жүретін, бірақ кейін келем де тойға барғым келмейтіндей бір болады ғой. Одан мен өсіп білмеймін, болады ғой, табиғатың қаламайды. Одан да бір ауқымдырақ, ал енді оны ұлтқа қалай жеткізем деген нәрсе әрине әрқашанда толғандыратын. Өйткені мысалға той иелерімен кездескен кезде бір дәстүр туралы айтсаң, ой, зачем? Это же, ну, не знаю, они поймут, не поймут деп сөйтіп сөйлейтін да. Сонда ойлаймын, қалай ол? Сол қазақтың сенің ата бабаңнан қалып отырған ең құнды нәрсе түсінеді, түсінбейді деген сөз бола ма? Ол генетикалық кодты оятатын бірден бір құрал емес па деген ой келетін да маған. Сосын бірақ сол айтқан адамға ақырымен түсіндіріп, сол тойда салт дәстүр әдет ғұрып сондай қазақша қылып жүргізіп шығатынмын. Өзгеше тілде сөйлеп. Сосын ана асабаның өзін орыс тілінде іздейтін да. Сол кезде айтатын, қазақтың тойын қазақ басқару керек. Болды. Және тілі де қазақтың тойында қазақша болу керек. Түсіне ма, түсінбей ма, ол адамның ғана проблемасы болу керек. Келген адам ұялу керек, егер де ол түсінбесе деп сөйтіп айтып, көбіне 90% мен өзімнің жаңағы келген клиенттерімді жаңағы ойын өзгертіп, өзім дұрыс деп санаған нәрсені тойын сондай қылып жаңағы қазақи форматта өткізетінбіз. Кейін енді көп ойдың өзгеруіне, ойдың тоқталуына карантин себепші болды ғой. Адамның енді ойлана білетін адам үшін өте бір үлкен сабақ болды. Сол карантин менің көптеген ұйықтап жатқан нүктелерімді оятты деп айтсам артық айтпайтын шығармын. Ой, өмірге деген көзқарас өзгерді. Жеңіл желпі көп нәрселерді ойлайды екенбіз. Өмір болса бір-ақ күн тоқтап, сол жаңағыдай стоп кадр жасап, бәрін өзгерте алатынын да түсіндік көп нәрсе мысалға. Сосын осы жасқа дейін енді ол дұрыс ойлы адамның менің ойымда ойлайды деп ойлаймын. Мен осы уақытқа не істеп жүрмін, ұлтым үшін не істедім деген нәрсе толғандырады. Жас кездің өзінде де мысалға патриот бала болдық. Егер де әрбір бір жастау кезімізде бірдеңеге бір қарсылық протест болатын болса, баратынбыз, айтатынбыз, неге деген сұрақтарды сол жас кезіміз, ол енді патриоттық сезімі бар балдар барады ғой негізі оған. Иә. Ал енді немқұрайлылық ештеңеге апармайды. Ол өзімен өзі сен тимесең мен тиме. Ол митингтің маған не қатысы бар? Мысалға сөйтіп те ойлап жүретін балалар. Біздер енді баяғыда осы ұлтқа қатысты нәрселерді әрқашанда қарап жүреміз. Бала кезімнен өзім соған білмеймін, жан дүнием қалап тұрады. Тіптен мектеп кезінде анау пулеметқа жабысып тұрған Мәншүк Мәметованы ойлайтынмын, неге бұл жерде мен емеспін деп. Сонда ол жастай өліп қалған деген ой жоқ. Мысалы, жастай пулеметқа жабысып өліп кетті ғой. Бірақ сол кезде егер мен соғыста болсам, мен сол жерде мен сол соғысқа осылай қатысар едім деп ойлайтынмын да. Бұл енді балалық кезден табиғатымнан берілген патриоттық сезім.
ата анам оята білген және ұстаздарымыз да оята білген ғой, Аллаға шүкір. Сөйтіп, осы қазақ аналар дәстүрге жолы 21 жылы карантиннің сол соңғы жылдары ғой. Әйтеуір жатқызбады. Қалай ашам, ол қандай болу керек, бірдеңе көрем, түсінем, анау болады ғой, режиссерский видение сияқты, енді әртіспіз ғой. Бір жаңа көріністер көрем, бірақ кей кезде таба алмай жүрдім да. Бір күні әйтеуір ұйқыдан оянғанда осының бәрін түсініп шықтым ғой. Болды дедім, ештеңе қарамаймын дедім, ашам дедім, болды. Сөйтіп, қала күніне 21 жылы осы қазақ аналар дәстүрге жолда анау қызыл күндер болды ғой, анау карантиннің нағыз қайнап атқан, ештеңеге қарамай осы қазақ аналар дәстүрге жолдың ашылу рәсімін 6 шілде күні ашылу рәсімін жасадым. Бұл енді Алланың қолдауы және дұрыс ниет деп ойлаймын. Сол жылдың ішінде, сол бір жылдың ішінде мен сол жылдың аяғына дейін барлық филиалдарды ашып тастадым Қазақстан бойынша. Қазақ аналары дәстүрге жол осы қоғамдық бірлестігіңіз қазіргі кезде бүкіл Қазақстанның жаңағы облысында, ауданда жұмыс істейді, дұрыс па? Аудан, ауылдарда Сонымен 300-дей иә, бізде филиал жұмыс жасап сонымен жатыр. қатар естуімше ол тіпті шетел асты. Иә, Иә. шетелге де шығып кетті. Сонда сіздің ойыңызша осындай бір кең ауқымды дәрежеге жету үшін сізде бір қиыншылықтар болды ма? Әрине, ол қиыншылықсыз ештеңе болмайды ғой. Ол адамның бірдеңеге шығу үшін, соның ішіне биіктікке шығу үшін, мысалы қазір тауға шығатын болсаң, Иә, терлейсің, қорқасың, құлап қалуың мүмкін, артқа сырылып кетуі мүмкін, солай ғой. Бірақ әйтеуір қиналып болса да шығам дейтін адам ол шығады да сол жаққа. Сол сияқты ондай кезеңдерде аяқтан шалушылар да болады, жылататындар да болады, құлататындар да болады. Бірақ ол қайта норма екен. Басында расында да дұрыс, кәдімгі дұрыс. ойбай деп, неге мен, неге олай деп мысалға түсінбей жылайтын кезеңдер де болған. Кейін қарасақ қайта ол бізді үйрететін ондай адамдар болмаса қайта сен ондай жетістіктерге жетпейді екенсің. Дұрыс, дұрыс. Біздің Иә, иә. ұстаздарымыз екен ондай адамдарға қазір Аллаға шүкір қайта рахмет айтамыз. Сондай бізді қозғалта білген, ұйықтап жатқан кейбір жаңағы нүктелерімізді оята білген, оны және Аллаға сансыз шүкірлік айтамын. Оны жаман жағынан емес, жақсы жағынан жаңағы түсіндіре білген. Аллаға шүкір, ол өтеді де кетеді дейді, баяғыда айтатын осы апаларымыз. Бір жаман кетсе, 10 жақсы келеді деп. Сөйтіп қайта бір жаманның, ол жаман болғанда да енді білмеймін, ол кім үшін жаман енді мен жаман деп қазір қабылдамаймын ол кісілерді. Ол кісілердің де мысалға өмірде өмірге деген көзқарасының дұрыс еместігі, өзін өзі түсінбеуі, өзін өзі білмеуінен, білместіктен істеп тұрған ғана бір нәрсе шығар деп қана ойлаймын. Ол адамдарды да жамандыққа қия қоймаймын. Бірақ ол адамдар маған көп нәрсе үйретті. Рахмет. Иә, иә. Өйткені сондай адамдар арқылы сен бір емес бір жаңағы мақсат қойдың ба, оның да бірнеше варианттарын жасап қояды екенсің. Кезінде бір вариантпен жүретін болсаң, жетістікке жету осылай деп, кейін осындай адамдар арқылы жаңа саған жолыңа кездескен. Сен оның бірнеше, егер мынау былай жасаса, былай деп бірнеше варианттарын дайындап қояды екенсің да. Аллаға шүкір, адамның өресінің кеңеюіне, ұйықтамай, жұмыс істеуіне, қайта жалқаулықты жеңуіне көмектеседі да ондай кісілер. Қайта бәрі жақсы бола берсе де адам жылы жұмсаққа үйреніп алады ғой. Тұрғысы келмей ана зона комфортада жатып та Иә, қалуы иә, дұрыс, мүмкін да. дұрыс, дұрыс, Қайта дұрыс, сені итермелейтін, өмірге деген көзқарасыңды өзгертетін, сені қамшылайтын жолыңда адамдар кездесіп отырғанда, міне жұмысыңның нәтижесі сол кезде әрине жүйең, алға қойған мақсатың, ниетің дұрыс болатын болса, өзімен өзі жүре береді екен өзі. Қазір Аллаға шүкір, ол қазақ аналар бүйтіп жайылып кетті. Болады ғой, системаның дұрыстығы деп айтайын, жоспардың дұрыстығы. Жаңағыдай ең бастысы ниет бар. Ұлтым үшін еңбек етем, қызмет етем дегенде ең бастысы осы. Қалай мен осы ата бабамның қалдырып кеткен, бізге ата бабамыз ақша тастап кеткен жоқ қой. Бізге құнды деген нәрсе қылып, осы рухани құндылық, тілімізді, ділімізді, салт дәстүр, әдет ғұрып осылардың бәрі арқылы бір тұлға қалыптастыру ғой. Қазіргі заман ойбай тұлға қалыптастыру. Қазақтар тұлға қалыптастыруға осы салт дәстүрмен, әдет ғұрыппен барлық жаңағы жазылмаған заңды тастап кеткен. Өмір салтына айналдырып. Иә, Сол дұрыс. нәрсені дұрыс ұстанатын болса әр адам, дайын тұлға болып шыға берер еді. Біз бірақ тыңдамай құртамыз ғой, қабылдамай құртамыз. Ескілік деп ойлаймыз. Қанша заман өзгерсе де адамға деген, мысалы адам, заман өзгермейді ғой, адам қандай ғасыр болса да кейбір құндылықтар бар. Оны ешкім әлі, орысшалап айтқанда, не отменял. Ол солай болып келе береді да.
қай заманда 25-ші ғасырда өмір сүрсең де сол нәрсені бүгін сен бір тренд деп қабылдауың мүмкін. Ең аяғында сол трендтің аяғында бүйтіп алып келсең, сенің жаныңның жай табатын жері сол ата-бабаңнан қалған нәрсе болып, сол құнды нәрсе болып шыға келеді. Иә, өте дұрыс Иә, айтасыз. иә, Мен сізбен солай. толықтай келісемін. Иә, бүгін ой деп заманауи трендтің буында жүресің. Ол бу ғой. Ол бу деген әдейі ақша табылу үшін, тағы осындай бір нәрселер үшін жасалады да. Адамдарды елту үшін, жолдан адастыру үшін, жастардың мысалға көптің анау соның ішінде әр ұлттың өзінің құндылығын жою үшін жасалатын нәрселер де болуы мүмкін. Онда мүмкін біреулер әдейі де жасамауы мүмкін. Әсіресе Өйткені жаһандану заманында болады ғой дейміз ғой. қазір коммерциялық заманда Иә, әр иә. нәрсемен ақша тапқысы келеді. Тіптен адамның өмірін ақшаға айналдырған заманда, сондықтан жастар кішкене ойланса екен, терең, құнды деген нәрсе, тұнық сондай нәрселерді іздесе екен деп ойлайсың. Жылтыр нәрсе ол жылтыр, бәріміз де жүгірдік жылтырдың артынан. Бір кезеңдер болды. Ол кейін түсінесің да, ол жылтыр анау жылтырдың ол жылтыр деген бірақ көрсетіп артында арты қап-қара екенін ше. Оның Иә. артында да бір түнек бар екен. Мысалы қазір мына жылтыр бір тас тұрса да, тастың астын көтеріп қарайсың, асты қара да, кілей. Иә, сонда құндылық ең Кілей басты. да. Иә, дұрыстасыз. Ал сондықтан да ол керекті нәрсені біз алыстан іздеудің қажеті жоқ. Өзіңе үңілу, өзіңнің ата-бабаңның қалдырып кеткен сара дұрыс жолы бар да. Ол нәрсені олар жазып та қалғандары бар, жазылмай қалғандары қанша. Ол біздің мынау салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз арқылы жаңағы бізге тасталып беріліп кеткен да. Осының енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші. Тозығын жаймен итеріп отырып, керегін алып, керек Иә, емесін өте дұрыстасыз осы өзіңе, жол. Иә, иә, иә. иә, Керегі бар өзінің. керегі бар Аха. әрине. Сол әр нәрсе мысалға мынау дәрігерге барсаңыз да бір аспиринмен сізді емдемейді ғой. Иә. Әркімнің өзінің ауруына сай біреуге психологиялық жұмыстар ғана керек болуы мүмкін. Негізі адамзат баласына да дәрі де қажет емес қой. Дұрыс кездескен қасыңдағы адамның өзі сенің жан дүниеңді емдейді да. Иә, мен Ал толықтай біз оны іздемейміз. Қазір мындай бір заттан іздеп кеттік қой. Дәріден, дәрмектен, бірдеңеден іздеп кеттік. Былай қарасаң қандай адаммен араласасың, сол адам арқылы мынау энергия деген өте қатты керемет ғаламат күш қой. Адамды көтеріп те жібереді, түсіріп те жібереді. түсіріп те жібереді, жаман энергия болып жатса. Оны қазіргі заман тілімен алайық вампиризм дей ма? Жек қоятын адамдар болады ол мысалға. Бір адамдар болады, соның қасына келсең кәдімгі жаның жайдары, кәдімгідей бір идеялар келіп, тау қопаратындай күшкер. Оны да кейін энергияларды зерттей келе түсініп жатырмыз ғой. Лекар дегенде энергия болады екен. Жаңағы вампир дегенде энергиялар болады екен да. Сонда ілесің, аллаға шүкір. Өзіңнің жолыңда бір жақсы адамдар кездессін деп қазақ жай тілемейді ғой. Баламның алдынан біз әр ата-ананың тілеуі жолдарына жақсы адам кездессе екен дейміз. Бірақ жаман адам дегеннің өзі енді ол қалай жаман деп айтуға да мен өзім қорқамын негізі бар ғой. Бірақ не істейсіз, ондай адам кездеседі, бар. Бірақ одан да көп нәрсе үйренесің. Бәрі жақсы адамдар кездесе берсе де сен дамымай қалуың мүмкін да. Иә, Кәдімгі, дұрыстасыз. Иә. дамымай бір жаңағыдай аппақ көйлек киіп отырсыз. Үстіңізге бір қара дақ бір дамып кетсе, сіз сол қозғалтып сізді соның іздеп, оның қара дақты қалай кетірудің жаңағы ойлайсыз ғой, иә? Сөйтіп қараңызшы, ойыңыз қанша дамиды да, соны кетірем деп қанша ізденіске түсесіз. Түрлі жерлерді білесіз, түрлі жаңағы химиялық қоспаларды таңдайсыз. Тіптен болмасаңыз тіпті химчисткіге барсаңыз да қанша іс-әрекет жасайсыз да. Иә. Адамның ойын қозғалтады. Иә. Сол сияқты ондай кездескен адамдарға да ренжуге болмайды екен бұл өмірде. Сізді өзіңізді қуантатын бір нәтижелеріңіз бар ма? Енді бірінші мынау ұлттық киіммен не үшін деген жаңағыдай жүресіз дегенді кейбіреулер осылай қойып жатыр. Бірақ мына ұлттық дресс-код дейікші, иә, қазір заманауи тілмен айтқанда, бұл біздің қазақтың дресс-коды дейік, иә. Дресс-кодтың мықтылығы неде жатыр? Ішкі кодты ашады да. Осы ұлттық киімді киіп мен 5 жылдың о жақ бұл жағында екен. Қазір біздің жеткен жетістік қазақ аналар дәстүрге жолдың кәдімгі тікелей жұмысы десем артық айтпайтын шығармын. Ұлтты жартылай жартысынан көбін біз киіндіріп тастадық. Кимешек.
кимешекте, ұлттық Иә, киімде, иә, иә. ұлт болуды трендке айналдыруға септігіміз тиді десек, Аха. артық айтпайтын шығармыз. Баяғыда мысалға содан неше 4-5 жыл бұрын артқа шегініп қарасаңыз, ұлттық киімді киюге ұялатын адамдар. Мамбет, колхоз деп айтуым мүмкін еді. Дұрыс, дұрыс. Иә, Ал солай айтады. қазір ұлттық киімге тәнті болып, ортада сенбей шетелдің адамдарына дейін сенбей суретке түсіп, жол беріп, үлкен құрмет көрсетіп атады. Біз үлкен құрметке ие болдық десем, артық айтпайтын шығармын. Және ол ұлттық киім адамның ішкі ұйықтап жатқан кодтарын, генетикалық кодтарын оятады. Қазаққа деген құрмет, өзіңе деген құрмет оянады да. Мысалға, өзіңнің керемет мынандай киімің бар екен, неменеге сен басқа біреудің киімін киесің? Ал біз сонда жаңағыдай униформа киюге ұялмай тұрмыз. Ол униформа болып есептеледі ғой қазір. Иә, иә. Унисекс дейді, униформа деген. Иә. Өйткені жұрттың бәрі киетін киім. Мгм. Оны орыс та киеді, американец та киеді, сондай бірдей. Ол униформа. Бәрі бірдей келетін киімнің аты униформа деп аталады. Мгм. Біз униформамен бірдей болуға ұялмаймыз, ал өзіміздің ұлттық киімді киюге ұялып жатамыз кей кезде. Бірақ Аллаға шүкір, қазір ондай емес. Қазір жастардың өзі тақиясын киіп, әйтеуір барынша бірдеңелерін, шашбауларын болса да, шекеліктерін тағып, бір кішкене атрибуттарын да ұялмай жарқыратып киіп жүреді. Оның өзі үлкен жетістік десем айтпайтын шығармын. Енді ақ кимешек деген баяғыда бізде тек наурызда келетін бір атрибут болатын болса, қазір енді екінің бірі демей ақ қояйын. Қазір біршама аналарымыз кимешексіз ешқайда бармайтын болды. Қазір Қазақстанда іс-шаралардың бәрі де енді мынау көбі дейінші ұлттық киімде өтетін болды. Иә, иә, шын. Байқап отырсаңыздар, Байқап отырмыз, бұл байқап енді отырмыз. осы біздің қазақ аналар дәстүрге жол қоғамдық бірлестіктің жасаған жұмысы деп айтсақ болады. Білесіз бе, осы мен өзім де байқап келе жатырмын негізі, Мгм. иә, ұлттық киім біздің осы жастар болсын, Мгм. не болмаса үлкен кісілер болсын, барлығымыз ұлттық киімімізді киіп мақтанып отырамыз. Мгм. Алайда бәрібір де мысалға хиджаб ол араб халқының киімі. Бірақ та Мгм. бәрібір де хиджаб осы мысалға кимешекке қарағанда кішкене болса да көбірек жалпыластырып жатыр Қазақстанда. Соны байқадыңыз ба? Не ойлайсыз сол туралы? Ой, қызым, бұл жерде мен қазір жастарға ешкімге ренжи алмаймыз біз. Өйткені жаңағыдай әр кезеңде мен жүрген жерде айтатын жақсы көретін сөзім, адамзат баласы политиканың құлы болады. Иә? Мгм. Политика жаңағы біреу шешініп киінсе, бәрі шешінеді, киінсе киінеді, солай ғой өзі. Сол сияқты адамның болмысынан айыратындай политиканың құлы болдық қой біз 70 жыл бойы да. Бәріміз жаңа униформада болдық, бәріміз бірдей болуымыз керек деген сияқты Иә. жақсы ұранда сондай мықты идеологиямен өскен балалармыз, иә. Бәріміз бірдей киінетінбіз, бірдеңе ерекше болып қалса ұялатынбыз, тіптен бір ерекшеленуге ұялатынбыз. Иә, Өйткені сондай. адамның жан дүниесі деген нәрсені мен ол кезде біз ешкім санасқан жоқ қой. Мгм. Сенің жан дүниең қалап тұр ма ол киімді киюге? Бірақ солай болу керек. Үйдің өзі сондай болатын. Бәрінің үйінде сервант, тримо, қара черно-белый дей ма жаңағы телевизор осы. Бәрінің үйінде бірдей болатын. Содан кейін де адамдар ештеңеге талпынған жоқ. Берілген кішкене зарплата бар. Болды, сол зарплата келеді. Әйтеуір өмір сүру керек, өмір сүреді. Болды. Ал енді қазіргі заманның бір кереметтілігі адамға дамы. Қолыңнан келді ма, сен дүние жүзіне де ондай біліміңмен, дұрыс біліміңмен мықты энергияң болатын болса, дүние жүзіне де, дүние жүзі халқына да еңбек қызмет ете алатындай заман ғой қазір. Дұрыс, дұрыс, Иә. дұрыс, дұрыс. Қазір міне небір қазақтың жап-жас балдары қазір дүние жүзін шетелді таңғалдырып жатыр. Әнімен, сәнімен, білімділігімен, біліктілігімен. Ал ол кезеңдерде ондай болған жоқ. Бәрі шектеулі, 3-4 суреттің ішінде болып жатқан сияқты өмір сүрілді адамдардың бәрі. Артық бүйтіп тұрып суретке түсуге қорқатынбыз ол кезде. Бәріміз бүйтіп тұрамыз, тіп-тіке отырамыз, суретке түсеміз, солай. Болды ғой, қазір сіздер өйтіп түспейсіздер. Иә. Шашымызды бүйтіп жіберіп жүріп, андай бір не қалай әдемі бір неңді көрсетіп түсу деген ондай болмайтын да, мысалға. Аллаға шүкір, керемет заманда өмір сүріп жатырмыз. Енді соны бағалай білуіміз керек. Егер баяғы замандарда болсақ, мүмкін біз өзіміздің ұлттық осы салт дәстүрімізді, тілімізді насихаттай алар ма едік. Ал қазір бізге ешкім жоқ деп жатқан жоқ. Біліп тұр да ол нәрсенің керек екен. Адам бәрібір ол табиғаты адамның. Есейе келе ұлттық коды жаңағы ояна бастаған кезде адам бәрібір
деп артына қарайлап өзінің кім екенін арттан іздейді. Иә, Жет дұрысыз. атасын іздей бастайды. Қазір сендер бала білмейсіңдер, оны керек те емес сияқты. Ал 35-40-тан кейін адам үңіле бастайды. Менің аталарым кім болды, әжелерім кім болды, менің атам деп жаңағы өзінің ә, шыққан тегі ғой. Мгм. Ойлы адам сол жағын қарай бастайды да. Білесіз бе, мен 10 сыныпта оқып жүрген кезде біздің мектепте жалпы сыныптастарым болсын барлығы америкалық университетке түсуге барлығымыз ұмтылатынбыз. Сол Мгм, себептен көптеген проекттер жасайтынбыз. мгм, Сол кезде мен бір досым болатын. мгм, Досым бір қазақ құндылығын жаңғыртам деген проект бастағысы келетін. мгм, Алайда басталмай кетті, себебі ол сыннан қорықты. Яғни мгм, мені сынай ма адамдар, әлде бір мені мысалға осы бір артта қалып қалған адам деп айта ма деп сөйтіп сондай мгм. проектті бастаудан қорықты. Сіз мысалға сондай инициатива бастағысы келетін адамдарға қандай ақыл кеңес беруші едіңіз? Жаным сол. Адам біреуден былай қарасаңыз, негізі Алладан басқа неден қорқады? Адам жаман нәрсе жасайтын болса, болады да қорқуға. Иә, Ал адамзат баласына пайдасы тиетін нәрседен адам қорықпау керек қой. иә, Сен дұрысыз. адамды, мысалы, ұлтты, ұйықтап жатқан ұлтты оятуының себепшісі болатын болсаң, ол қорқынышты нәрсе емес қой. Ол қайта сен пайдалы адамсың деген сөз ғой. Қоғамға керекті адамсың деген сөз ғой. Біздер кей кезде ұялмайтын нәрседен ұяламыз, қорықпайтын нәрседен қорқып жатамыз, өкінішке орай. Былай қарасаң, адам анау орысшалап айтқанда нужно определиться дейді. Қарауға болады да, қай нәрсе ұят? Ұятқа не жатады? Ұятқа жаман сөз, балағат, ашық-шашық жүру, қалай солай жаңағы жүру, өз-өзіне дұрыс қарамау, жаңағы адамзат баласына тән емес нәрселерді, қылықтарды жасау, олар ұятқа жатады, иә, мысалға. Мгм. Адамзат баласына қиянат жасау да ол жамандыққа жатады. Сөйтіп осылай біліп алу керек та адам не ұят, не қиянат екенін. Ал енді қараңыз, мен ұлтым үшін, тілім үшін қазір бір проект жасайтын болсам, ол ұят па? Ұят емес қой. Салт дәстүрімді дәріптейтін болсам, насихаттайтын болсам, ол ұят емес. Әрине, Міне, сыннан қорқып отыр ғой сол бала. сыннан дегенде бұл енді бала ғой әлі. Иә, Кішкене өзін білмеген кезде адам әр нәрседен қорқуы да мүмкін. Өйткені бала ғой. Ол әлі оқушылық неде, деңгейде де бала. иә, Сол ұстаздар не дейді екен деген сияқты біз қарайлатынымыз бар. Ондай кезеңде қорқып жатсаң, өзіңнен үлкендеу бір адам іздеп, жаңағы сол нәрсе сол неде айналысып жүрген мысалға, иә. Мысалға қазір маған жастар келетін болса, мен қолымнан келгенше қолдап жіберемін, иә. иә. Балам бүйтесің, мына сөйтесің. Мына проектіні былай ықшамдайсың да, былай бересің деген сияқты ол. Иә, сол сияқты өзіне керекті адамды ақылшы, наставник іздеп үйрену керек та Мгм. ұстаз. Неге мысалға дамыған ел, соның ішінде Жапонияны біз жиі айтамыз. Жапонияда көп біздікілей сияқты көп қателеспейтіні жастардың. Өйткені есейе келе адам өзіне наставник іздей бастайды. Алаш идеялары да жапон халқын жалпы өзгертті ғой. Иә, міне көрдіңіз. Ал Иә. енді біз қазақтың несі қиындығы қайда жатыр? Біз мойындамай құртамыз ешкімді. Кім мықты болса, ой қойшы, өзің сияқты әйел ғой, не айтар дейсің. Ой, оны өзіне қарап алсыншы, анаң күйеуі жоқ, анаң байы жоқ, деп біз сол адам қанша жерден білімді бола тұрғанын біле тұрсақ та, осындай нәрсе арқылы оның ішкі кухнясына, ас үйіне жегіші үңілу арқылы оны жоққа шығарып отырамыз. Біздің ұлтта осы бір кішкене онша еместеу қасиеттері бар. Мысалға, Әрине, иә. бағаламау деген қасиет бар. Иә, иә. Ал шет жақтарда, шет елдерде оқыған адамдар анау кәдімгі алтын ғой, алтынмен теңеп, оларға кәдімгідей басқаша көзқараспен, сый құрметпен қарап жатады. Соның ішінде болады табиғатынан берілетін бір дана адамдар. Оларға қандай ерекше көзқараспен қарайды. Бізде енді осы көзқарастан арылса, қазақ енді өте мықты халық қой негізі. Жан-жақты, бір талантты, әу демейтін қазақ жоқ деп айтады. Тіптен сонда қарасып отырсаң, тіптен дауысы жоқ қазақ болмай тұр ғой, Иә, ойлап иә. қарасаңыз. Ал енді осы нәрсемізді тек бізді ұстайтыны сәл осы іштарлығымыз, көре алмаушылығымыз сәл ұстап тұр да біздің қазақты қазір. Аяқтан шалу, өсіп баратқан адамды тарту деген сияқты. Қайта мен жастарға не бере аламын? Біз қазір сіздер үшін жинап жатырмыз ғой, жиған тергенімізді бала Әрине. болашағымыз үшін. Онда өзімізбен бірге алып кететін болса, онда жинамай ақ қой, қайтесің онда. Солай ғой. Мгм. Ал егер сен бірдеңе жинадың екен, тіптен одан да сен зат ақша жинап тастап кетсең, мүмкін балаңа қиянат жасауың да мүмкін шығар.
Иә, иә. балаңның түйсігі жақсы мықты жаңағы Дұрыс. саналы ұрпақ болатын болса, ол сенің берген ақшаңды жарайды, дұрыс жаратуы да мүмкін. Ал егер де оның ойы басқаша болатын болса, ол әкенің малы балаға мал болмаған деп жатады. Иә, бар. Оны да әкесінің малын да жалғастырып, өріп өтіп көбейтіп жататын да балдар болады. Бірақ енді ол өкінішке орай аздау. Иә. Да. Сондықтан да білім қолымыздан келгенше біз білім алғызып балаларымызға өмірде жаңағы өмірді қай кезеңдерде де қандай ситуациядан да дұрыс шыға алатындай білім беруіміз керек қой балаға. Айнұр ханым, М. менің естуімше, сіздің мерейтойларыңызда, басқосуларыңызда сіздің бір міндетті шартыңыз бар екен қонақтарыңызға. Барлығы ұлттық киімде киіп келу Иә. қажет деген. Осыны естіген кезде маған дереу есіме 2024 жылы бір атақты дүние жүзіне танымал бір той жасаған, әрі Индияның ең бай отбасы, бүкіл әлемдегі бір ең бай отбасылардың бірі Амбани отбасының тойы есіме түседі. Аха, Есіңізде болса, Амбани аха, отбасы кезінде аха. өзінің тойын жасаған кезде бүкіл өзінің қонақтарына Индия халқының ұлттық киімін кигізген болатын. Оның Мгм, ішіне Билл Гейтс, Марк Цукерберг, мгм, Кардашьян, мгм. сондай сияқты атақты жаңағы Адамдарымыз. адамдарды Индияның ұлттық киімін кигізді. Мгм, Сөйтіп осыны ести келе, мен ойлаймын, мүмкін қазақ халқы өзінің ұлттық киімін тек қана наурызда ғана кимей, сонымен қатар күнделікті өмірде де киіп жүрсе, онда біз де өзіміздің ұлттық құндылығымызды бір елге, басқа елге де танытамыз ба деп ойлаймын мен. Әрине, Қалай ойлайсыз? дресс-код арқылы танымал болу оңай. Мысалға, ондай көп жерде мысалы араб елі, өздерінің ұлттық еврейлер, Иә, иә. ұлттық киімдері Иә, арқылы дұрыс. олар білеміз да, біз алыстан келе жатқан кезде ол ананың түрігі ме екен, орыс па, неміс па деп сұрамайды ешкім. Түсініп тұрсың сен. Келе жатыр, араб келе жатыр, мынау еврей келе жатыр ғой дейсің да. Ал бізді қазақты кім демеді? Маған намыстанатын, мен өте намысқой қызбын. Бір келіп жатқанда танымайды, шетелге бір жерге барсаң, кто ты, узбечка, андаечка, міндаечка деп жұрттың бүкіл ұлтты айтып шығатын да, бірақ Мгм. қазақ деп айтпайтын да. Иә, Сол кезде мен намыстанып, мен қазақпын дейтінмін да. Ал сол нәрседе мен осы жаңағы жолға алып келген шығар. Ұлттық киімде қазір Аллаға шүкір. Қазір шетелдерде барған кезде де Қазақстан, иә, Қазақстан иә. деп сенімен келіп суретке түсіп жатырмын да. Ойлайсың, Аллаға шүкір. Біз қазір ұлттық киіммен таныла бастадық. Дұрыс, дұрыс. Мысалы, баяғыда түсінбесе, қазір біздің кимешек қазақтың киімі екенін біле бастады. Иә. Иә. Ал енді қазір жақсы, менің арманым да сол болған. Осының бәрін бастап, осы қоғамға кіргізетін болсақ, қайталайтындардың саны көбейсе екен деп, көбейсе, міне сол кезде қазақ боламыз деп. Мысалға, бір адам ол бәр нәрсені қамтуы мүмкін емес. Бірақ болады. Қазір көптеген қоғамдық бірлестіктер осы біздің әдемі қайталауымызды жасап жатыр да. Қуанасың ғой. Өйткені сол арқылы біз көбейеміз, сол арқылы біз барлық ұлтты да киіндіре аламыз. Заманға сай қылып. Қалай әдемі, иә? Сызылтып келе жатасың әдемі, ұзын көйлегіңмен, әдемі мынау камзолыңмен, бас киімің бір толық образды беріп тұрады. Өзіңнің таба алмай жүрген көп өмірдегі болады ғой, сұрақтарыңа жауапты осы киім арқылы да тауып алады екенсің. Дұрыс, дұрыс, Иә. иә. Ол мен үшін осы образ өзімді табуға бірден бір септігін тигізді десем, артық айтпайтын шығармын. Кей кезде біз енді басқаша жаңағы униформа киіп жүрген кезімізде басқаша ойлайды екенбіз. Әйелдік деген әйелдік көп қасиеттерімізден айырылып қалған екенбіз. Өйткені шалбар кидік, тыртыстырып кидік, жабыстырып кидік деген сияқты ол бәрінен өттік қой. Ол кезде сенің киімге байланысты ойлауың да басқаша екен, оның жүріс-тұрысың да басқаша екен, тіптен айтатын сөзің де басқаша екен. Дұрыс, 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 Иә. дұрыс, иә. Ал кейін осы ұзын көйлек кие бастаған кезде, етек жеңін жинай бастаған кезде менде түсініксіз бір сезімдер келе береді, келе береді. Қандай сезім бұл, қандай сезім деп таңғалатынмын да. Және ойламаған бір нәрселер келеді. Сосын тіптен ойламаған айтып отырмын ғой, мен оған дейінгі менің арманымда болмаған бір идеялар келе бастады. Сөйтсек, адам көйлек кие бастағаннан кейін нағыз әйелше ойлай бастайды екен. Мен жүргенде де өзі айтамын қыздарға, ұлттық киім кигеннен кейін ойлағанда ойламаған көп армандарың орындала бастайды. Өйткені біз баяғыда еркек шора болып армандаппыз деймін да. Алла тағала еркек шораны жаратқан жоқ қой. Әйел немесе еркек қылып жаратты.
Ал енді әйел болмысыңмен әйелше сұраған кезде әрине сенің армандарың тез орындалады екен. Жалпы сіз жаңа өзіңіз айтып кеткендей, сіз жалпы қазақ әйелдері ғана емес, жалпы әйел заттың дейміз ғой, осы тақырып туралы зерттеп келген қоғам қайраткерісіз. Осы жалпы қазақ қоғамында туыттан кейінгі депрессия деген көбейіп келе жатыр. Мгм. Яғни босанғаннан кейінгі Босанғаннан депрессия. кейін. Иә, босанған депрессия көбейіп келе жатыр. Аха. Сіз әрине жаңағы қазақ халқының мәдениетін жақсы білетін Мгм. кісі ретінде, не ойлайсыз? Яғни бұрында қазақ халқы осы босанғаннан кейінгі депрессияны болдырмау үшін не жасады? Оқшауланып қалдық қой. Мгм. Оқшаулану депрессияға әкеліп соқтырады адамды. Ал ол кезде біздер қазақ көпшіл болдық. Туысқандық қарым қатынас деген болды. Жас келін келді ма, мына жерде енесі бар, жеңгелері бар, келіндері бар. Жаңағы барлығы осы жерде отырып жаңағы сол келіннің жағдайын жасауға көмектеседі. Иә. Түсіндіреді, бала қалай су шомылдыру керек, не істеу керек, қырқына шейін енесі жанында болады, немесе тағы да абысыны ажындары жанында болып, міне содан кейін депрессия деген нәрсе қазақта болған жоқ, содан кейін де болған жоқ. Ал қазір біз өзімізбен өзіміз, қазір келіндер енесін де үйіне кіргісі келмейді. Енесі келінін, енесі үйіне кіргісі келмей қалды, мысалға. А содан кейін жалғыз адам не істейді? Батпаққа батады ғой. Мгм. Келді дүниеге, сәби келді, не істейді? Ең бірінші тұңғышы. Білмегеннен кейін ол білімсіз ғой. Интернеттен қарайды, интернеттің жаны жоқ қой. Иә. Интернетте жазып береді. Біртесің, содан кейін саласың да 3 қасық тұз салып жуындырасың. 3 қасық салды, тұз салдың, жуындырдың. Бірақ айналайын-ау, мынаны бүйтіп былай ғой деп көрсетіп, бағанағы енесі немесе жаңа үлкен абысындары оның бәрін бірге жасап отыратын болса, қарашы, қандай керемет. Балаға деген ананың мейірімін ояту, бір-біріне деген сол кезден бастап қарым-қатынас пайда болады. Сен ана үшін бала деген ең қымбатты жан ғой. Соған сенің енең көмектесіп жатқанда, абысының көмектесіп жатқанда, анау сен абысының да сыйлап кетесің, жақсы көріп, енеңді де жақсы көріп кетесің да. Өйткені сенің балаңа көмектесіп жатыр ғой ол. Көрдің бе? Мгм. Сөйтіп міне туысқандық қарым-қатынас бір-бірін бүйтіп, ешқандай стрессқа уақыт та болған жоқ, орын да болған жоқ. Иә. Ә, Сіздің ойыңызша сол қауымдастықтың жалпы қазіргі кезде жоғалып бара жатқанына не себеп деп ойлайсыз? бұл жерде тағы да система ғой, политикалық Иә, дұрыс, система. дұрыс, дұрыс айтасыз. Қазір гендерлік политика дейміз мысалға бізде. Оның жақсы жақтары да бар. Жақсы жағын алып, жаман жағын ысырып тастаудың орнына біз қайта жаман жағына көп көңіл бөліп оқшауланып баратырмыз. Тек қана ол қазір жаңағы ата енеде емес, еркектерден де оқшауланып қашып баратырмыз. Еркек бір бөлек қоғам сияқты қазір, әйел бір қоғамдық бөлек бірлестік сияқты да. Мысалға, қоғам бөлек-бөлек болған сайын әр адамда бізге ортақ нәрсе қалмай баратыр. Анау баяғыда айтатын еді ғой, анау общий бала деп ше, сол общий баласы бар, соған келіп кетеді, дейді де кетеді, болды ортада. Ал ол балаға сол керек па? А балаға не керек еді? Балаға керегі қандай болса да ата-ана керек. Ата-ананың жаңағы біз қазір анау не бойынша бір конкурсный основада бір жұмысшы аламыз ғой. Отбасына да солай қарайтын болдық қой. Еркек мынандай критериялар болу керек. Мынандай болмаса жұмысқа алынбайды, жұмыстан шығып кетеді деген сияқты. Күйеуге де сөйтіп қарайтын болып қалдық. Күйеу былай істеді ма, одан ажырасып кету керек дейді. Ең оңай вариант ажырасып кету болып қалды қазір қазақ үшін. Ал енді жалғыз ана ол бағады ғой, ешкім баласын аштан өлтірмейді. Бірақ жалғыз деген сөздің өзі айтып тұр ғой. Келесі балаға керекті энергия болмайды балаға керекті. Баланың табиғатында да осы жалғыздық, өмірі бірдеңе іздеп, жаңағы жалтақтап жүретін табиғатында солай қалыптасып сөйтіп өседі көбіне балалар. Қалай ойлайсыз? Бұл жерде әйел адамның кінәсі ме, әлде бұл жерде негізінен ер адамдардың жауапкершілігі азайып бара жатыр деп ойлайсыз ба? Екі жақтан да бар ғой жаным, бір нәрсе ешқашанда бір жақты болмайды. Бәрі. Бірақ бізде қазір тәрбиеден кетіріп отырған ақаулық. Мысалға еркекке еркектің жауапкершілігін айтып түсіндірмей тәрбиелеп жатырмыз. Қыз балаға қыз баланың жауапкершілігін айтып түсіндірмей жатырмыз. Содан кейін де түсінбегеннен кейін де сен сияқты жас қыздар еркектің жауапкершілігін мойындарыңызға алып қойып жатсыздар. Иә, 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 дұрыс айтасыз, осы қазір. жағынан дұрыс Ой, айтасыз. ничего, өзім қазір сантехник шақыра салам, ничего, ананы бүйте салам деген сияқтымыз, иә.
Осы нәрсе арқылы сендер әйелдің жұмыстарын, әйелдің жұмысын, еркектің жұмысын жасайтын болса, иә, ал үйге келген кезде ол нәрсені бірге жасауға болады. Ол үйдің іші да. Өйткені оның ішінде сенің ұрпағың өсіп жатыр. Егер әйеліңнің қолы тимей жатыр ма, ер азаматтың бірдеңе қылып балаға қарай қоюы, бұл норма болып есептеледі. Өйткені сол арқылы біз балаға деген жаңағы мейірімділікті көрсете аламыз. Тату тәттілік, жаңағы ауызбіршілік дегенді балаға біз сол арқылы бір-бірімізге көмектесу, бір-бірімізді қолдау арқылы балаға түсіндіреміз. Береке деген осындай кезеңде болады. Сөйтіп бір-бірімізді қолдаған кезеңде болады деп та. Мгм. Әркім келеді да менің кимеш менің өзімнің пространством бар деген жақсы болды ғой қазір. Әркім өзінің пространствосында жатады, әйел өзінің пространствосы, бала өзінің жаңағы шектеу дей ме нағылып әркімге. Бұл нәрсе біздің қазақты бақытты қылып жатқан жоқ бұл система. Қайта қазір киімі, барлығы жағдайы бар, бірақ бақытсыз адамдардың санын көбейтіп жатырмыз. Бақыт деген энергия арқылы келетін нәрсе, адам арқылы келетін нәрсе. Зат арқылы бақыт келмейді. Біз затқа Алла тағалам бақытты байламаған. Ол бізге өмір сүру құралы ретінде қарауымыз керек. Неге айтатын? Баяғыда айтатын, байлық артыңнан ерсін дейтін. Ал біз байлықты, дүниені алдымызға шығарып алдық. Алға шығып алғаннан кейін адамның көзі жабылады. Көкірек көз жабылған кезде ол соқыр адамға айналады. Ол адам түсініксіз, енді роботтың позициясында өмір сүреді ғой. Иә. Сосын жаңағы бәрін ғайбаттау, балағаттау, жек көру деген нәрсе адам содан жаңа оқшаулану арқылы соған келеді адам. Содан кейін ана токсиндік адамға айналып кеткендерін қазір өздері білмей қалып жатыр. Иә. Араласу, құрласу, қазақта көрші деген қандай бізде жаңағы қарым-қатынас болды. Көрші деген бар ғой баяғыда өзі үйіне бір күшті тәтті бірдеңе келсе жалғыз өзі шай іше алмайтын адам еді ғой. Көрші ойбай маған ана булочка пісіріп қойдым үйге кел дейтін да мысалға. Қазір қайта мен оған өзім былай қазір айтам, баяғыда қара нанды бөліп жейтін қазақ қазір қара экран тығып жейтін қазаққа айналды деп. Тығылып жейміз бәрін. Тығылып жегеннен де сол ауру болып отқан шығармыз. Мүмкін. Жаман ауру өте көп. Өйткені бәрін тығылып жейміз ғой. Ә? Неге барды жаңағы шашып, бәрімен қосылып отырып, көрші көлемің бар, тума туыстарыңмен, сол тойдан қашатын болдық, тойдан қорқатын бір заманға келіп тірелдік. Біреудің тойын да жаман қылып айтатынға дейін жетіп қалдық. Сол бір кей кезде анау қаралықтың толғаны соншалық бір құзғын қарға айналып бара жатқан сияқты көрінеміз да. Айтыңызшы, осы бір сізге бір қызық сұрақ қояйын дегенде. Баяғы. Стэнфорд университеті өзінің студенттеріне бір осындай сұрақ қояды екен қабылдаудан бұрын. Бір тарихқа саған бір мүмкіндік берем десе, мүмкіндік берем десе, осы тарихтың бір кезеңіне оралатын. Сөйтіп қай кезеңге оралушы едіңіз? Қазіргі өмірім өте қатты ұнайды. Қазіргі сол тек ойлаймын да шіркін-ай деймін да, ең бірінші сол кезеңде салт дәстүр әдет ғұрып дегенді сол кезеңде кіргізгенде ғой деп ойлаймын да. Сол кезде біз қазір ең бастамасы жайнаған, жайқалған болып, одан сайын қазір ешкім бір-бірімен тіл үшін тіл политикасы, әсіресе. қақтығысып жүрмес еді. Егеменді, тәуелсіз деген сөздің өзі айтып тұр ғой. Ол жерде біздің өзіміздің тарихымызбен, өзіміздің табиғатымызбен кіргізу керек еді деймін да. Шіркін сол жерге қазір қайтып келіп маған қолыма соны берсе, мен сол егемендік қайтадан кірген кезең болса, мен осы нәрсені тура сол жерде сол уақытта жасар едім деп ойлаймын да. Мен мысалы, бірақ өтіп кеткен нәрсе өтіп кетті, оған да өкінетін ештеңе жоқ. Осылай болу керек болды, қазақ үйрену керек болды, құлау керек болды, жылау керек болды, сол арқылы ол өсу керек болды да. Сол үшін де осындай нәрселер беріліп отыр. Ол да адами норма, қорқынышты нәрсе емес. Өйткені әлі қазақ өліп кеткен жоқ та. Дұрыс айтасыз. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген дейтін қазақтардың саны күннен күнге көбейіп келе жатыр. Сондықтан бұл да біз үшін, қазақ үшін күшті сабақ болды, мықты сабақ болды. Одан сайын әдемі жүйеленіп, анау корректировка жасалған бриллиант қазаққа айналып келе жатыр ғой қазір. Баяғыда я не знаю, я казак деп айта алатын еді, қазір мен қазақпын деп ұялмай айта алатын жағдайға жеттік. Осы туралы қатты дұрыс айттыңыз. Дұрыс, иә, өйткені себебі өзім де 2014 жылы жаңағы Қазақстанға ең алғаш рет отбасымен келген кезде
және де қазір 2025 жылды салыстыратын болсам, екі басқа дүние. 2014 жылы орыс тілді Мгм. адамдар көбірек Иә. болса, қазақпын деп жаңағы сіз айтқандай айтатын адамдардың, яғни қазақпын деп айтатын адамдар ұялады ғой енді. Иә. Сонда аз болған. Бірақ қазіргі кезде көбісі өзінің ұлтына, өзінің жаңағы кім екеніне мақтанып айтады. Иә, Иә, дұрыс. Міне. дұрыс айтасыз. Рухтың ояну деген осы. Ал рухы мықты ұлтты ешкім басып өте алмайды ғой. Иә, Иә, ол аз болсын, көп болсын, рухы мықты ұлтты ешкім жаңағыдай жаулап та ала алмайды. дұрыс айтасыз. Сондай да. Ол Жақсы. бала шағасына дейін, ал рухты дан көрген бала ол сондай болып өседі өзі. Сондықтан біз қазір кішігірім отанымыз, отбасын біріктіріп үйренуіміз керек. Ажырасу деген ол шешім емес. Шешім емес. Адам өзін ғана дұрыстау арқылы ғана әр жаңағы қиындықтан да барлығынан да мысалға тек өзін жөндеу арқылы ғана дұрыс шыға алады. Қашып кету арқылы ол проблеманы одан сайын ушықтырып көбейтіп алады. Қазір бірінші күйеуінен қашып кетіп, екінші күйеуінен енді бақытты ол егер өзі өмірге деген көзқарасын жөндеп, содан кейін екінші күйеуге шықса, оның өмірі дұрысталуы мүмкін. Ал баяғы жартас сол жартаспен, сол оймен екінші күйеуге шығатын болса, ол тура сол нәрсені екі есе жаман ретте көруі мүмкін. Өйткені қазақта сөз бар, бірінші байым ұратын еді, екінші байым қылғындырады деген. Сондықтан да адам өзінің өмірге деген әрқашанда шыңдалып отыру керек. Білім іздеу, өмірдің заңдылықтарын іздеу, жазылмаған заңдылықтар бар ғой мысалға. Соларды ол өмір кітабы деп айтылады. Осы нәрсені түсінуге тырысу, сезіммен достасу, жүрек бар екенін ұмытып кетпеу. Мысалға, мейірім деген жүрегін ашып қою, ашық болу жүрек. Сезім деген нәрсемен жаңағы алыстап кетпеу. Осы нәрселердің бәрін ескеріп отырып адам сосын еркекке деген көзқарасты жөндеу. Еркек сенің жауың емес. Еркекке қалай қарайсың, ол да саған сол жақын нәрсені береді. Былай да дұрыс қарамадың ба, ол да дұрыс емес нәрсе аласың өзіңе. Өмірдің бәрі сол ғой, доп сияқты ғой. Қалай лақтырасың, жайлап лақтырсаң, қатты лақтырсаң келіп қатты тиеді өзіңе. Сол өзінің ішкі сенімің жаңағы орысша айтқанда Ә, реальностьқа әсер етеді дейсіз ғой, иә? Әрине өзіңе Иә, иә. байланысты. Сенің өмірің өзіңнің қолыңда деп жай айтпайды. Әркімнің өзінің өмірінің авторы да, сценаристі да, режиссері да өзіңсің. Ал енді сен білімсіз режиссер болып, білімсіз сценарист болсаң, дұрыс емес спектакль жазасың ғой. Ал дұрыс емес спектакльді ешкім көрмейді. Өзің де көре алмайсың. Бостан босқа ақша кетіріп жасайсың да қоя қоясың, солай ма? Ал былай өмірде бостан босқа кеткен энергия болып есептеледі да. Өзіңді өзің шаршатып аласың деген сөз. Энергия дұрыс емес жаққа кетіп қалады. Жаңағы дұрыс емес ойлап, басқа біреуге еліктеймін деп жүрген кезде қанша қыздар бізде өз өздерін жоғалтып алып жатыр. Негізі болмыстары, тәрбиелері керемет қыздарда болып көріп, кейін ортамен жаңағы дұрыс емес жаңағыдай болады ғой. Еліктеуіш орталарға кіру арқылы бір заманауи деген нәрсені дұрыс түсінбеу арқылы қателесіп жатқан жастарды көрген кезде әрине жүрегің ашиды. Иә, жақсы, онда сізге ең соңғы сұрағымды қояйын. Айтамын. Жас ұрпақтарға қандай ақыл кеңес беруші едіңіз? Былай ғой. Біз қандай ғасырда өмір сүрсек те, қазақ екенімізді ұмытпауымыз керек. Қандай заманда өмір сүрсек те, иә, біздің жеті атамыз, өзіміздің болмысымыз бар екенін осыны ұмытпауымыз керек. Егер оның бәрін сен білімді болып, осы өзіңді білетін болсаң, соны заманауи қылып басқа ұлтқа жаңағыдай көрсететін болсаң, міне құндылық деген сондай болады да. Не деген мына қазақтың жасының артында қандай шлейф жатыр дейді да. Шлейф деген жаңағы тарих қой. Бір жас, жай ғана жас емес, қанша кішкентай болып қазақты арқалап келе жатқан сияқты. Сен өзіңнің линияңды, ата бабаңның линиясы, жеті ата деп мысалға жай айтылмайды ғой. Осының бәрін білу, салт, дәстүр, әдет ғұрпыңды біл де өсе бер. Болды. Өсуге ғана жұмыс жаса. Ешкімнің қолын ұстап жатқан жоқ. Бірақ мынаның бәрін өшіріп тастайтын болсаң, пустой стакан болып барасың. Дұрыс, Пустой дұрыс. стакан ешкімге қызық емес. Ал сен жаңағыдай толық
стакан болатын болсаң, мынаның ішінде не бар деп жұрттың бәрі бүйтіп үңілетін болады. Да. Дұрыс дұрыс. Сондықтан әрине алға деймін жастарға, бірақ өзінің кім екенін ұмытып кетпесін. Ата баба сен өзіңнің кім екенін ұмыту деген өзіңді сені дүниеге әкелген ата анаңды сыйламау болып есептеледі ең бірінші.